Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта біз теңдеулердің бастамасы туралы айтатын боламыз. Теңдеу дегеніміз құрамында мәнін табу керек болатын әрпі бар теңдік. Яғни теңдеуге мысал келтірейік. Мысалы, x қосылған 2 тең 4. Бұл жерде x деген әріпті табу керек. X деген бір кез келген сан. Яғни бұл теңдеудің мағынасы қандай санды 2-ге қосқанда 4 шығады деген мағына. Ондай бір сан бар тек 2. 2-ні 2-ге қосқанда 4. Егер x деген саннан қорқатын болсаңыз, онда сұрақ белгісінде қойсаңыз болады. Мысалы, сұрақ белгісі қосылған 2 тең 4. Қандай санға 2 қосқан 4 шығады? Әрине 2. Тағы осындай мысал келтірейік. Мысалы, x азайтылған 7 тең 24 болсын. Бұл жерде қандай санды 7-ден алғанда 24 шығады деген мағынаны келтіреді. Әрине бұл 24-тен жоғары сан болу керек. Мұқият тыңдап алыңыздар. Осындай теңдіктер келетін болса, жалпы x-тің қасында санды теңдіктің ар жағына шығарамыз. Яғни мына минус 7-ні 24-тің қасына шығаруымыз керек. Бірақ та мынандай бір қасиет бар. Санды теңдіктің ар жағына шығарғанда оның қарама қарсы саны шығады. Яғни бұл жерде минус 7 теңдіктің ар жағына шыққанда плюс 7 болып барады. Сонда x тең болады 24 плюс 7. Енді 24-ке 7 қосқанда 31. x-міз 31-ге тең деген сөз. Енді тексеріп көрейік. x-ның орнына 31-ді қойып, 31 азайтылған 7 тең болады 24. Әрине дұрыс. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалға x-ті 7-ге қосқанда 2 шықсын. Бұл жерде x-міз теріс сан екені белгілі. Себебі кез келген 10 санды 7-ге қосқанда 2 шықпайды, теріс сан екені белгілі. Енді 7-ні теңдіктің ар жағына шығаратын болсақ, оның қарама қарсы саны минус 7 шығады. Содан x тең 2 минус 7. 2-ден 7 алғанда минус 5. x-міз минус 5-ге тең. Енді тексеріп көрейік. Минус 5-ті 7-ге қосқанда 2 шығады. Теңдігіміз дұрыс. Тағы бір мысал келтірейік. Егер 2x қосылған 4 тең болады x минус 3-тен теңдеу берілсе, бұл жақта көріп отырғаныңыздай 2 жақта x-тер бар. Осындай теңдік келсе, x-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Бұл жерде ыңғайлы болу үшін мына келесі жағында x-і бер жағына шығарайық. Ол таңбасы плюс болғандықтан минус x болып шығады. 2x минус x. Және мына жерде тұрған 4-ті келесі жаққа шығарғанда оның таңбасы минус таңбасымен шығады. Сондықтан минус 3 минус 4. Осыдан 2x-тен x алғанда x шығады. Ал минус 3-тен 4-ті алғанда минус 7 шығады. Содан біздің x-міз минус 7-ге тең. Бұл жерде 2x дегеніміз 2 көбейту x-ке тең. Жай ғана көбейту деген таңбаны жазбай қойсақ болады. X пен бір сан тұрғанда. Екеу бірдей. Яғни 2x немесе 2 көбейту x деп жазсақ та болады. Осы жерден 2 көбейтілген минус 7, минус 14, қосылған 4, тең болады минус 7, минус 3. Осы жерден минус 14-ке 4 қосқанда минус 10, ал минус 7-тен 3-ті алғанда минус 10 шығады. Сондықтан теңдігіміз тең. Енді теңдеудің бастамалары түсінікті деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Видеоның астына лайк қойып, біздің YouTube каналға тіркеліп, және жаңа видеоларды күтіңіз. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге. Математиканы бірге үйренейік.